Қайырлы күн достар, алдыңғы пісірілген савоярди печеньесінен осындай тирамису десертін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Савоярди печеньесінің сілтемесін осы жерде қалдырып кетемін. Десертке қажетті енді крем дайындайтын боламыз. Сливкеге қант ұнтағын салып миксерлейміз. Қоюланғаннан кейін творожный сыр саламыз да тағы да миксермен араластырамыз. Печеньеміз дайын, креміміз дайын. Енді тортты жинауға көшеміз. Печеньені кофеге батырамыз да осылай формаға жинап шығамыз. Бірінші қабатын осылай печеньемен жинаймыз. Одан кейін кремді кондитерлік қапқа салып, бетіне жағып шығамыз. Одан кейін екінші қабатын саламыз. Осылай кремді тағы да қайталап, осылай салып шығамыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Бетіне какао сеуіп, әдемілеп кесіп қойсаңыздар болады. Өте дәмді, нәзік десерт шығады. Ас болсын.